Сәлеметсіздер ме, құрметті серіктестер, құрметті әріптестер. Мен есімім Нұриддин, Дарын онлайн білім беру платформасына ұбт курстарының продуктологымын. Бүгін ұбт курсы бойынша ақпараттар айтылатын болады. Статистикасы, неше оқушы білім алады, біздің артықшылықтарымыз, біздің Дарын онлайн платформасының ішіндегі білім алудағы мүмкіндіктер, также қалай дұрыс оқу керек. Ендеше болсақ, бірінші слайдта сіздер көріп тұрғандай білім бізді біріктіреді, ол біздің слоган. Так, дальше весь Дарын онлайн платформасында 3 миллионнан аса тіркелген оқушы және мұғалім қолданушыларымыз бар. Қазіргі көрсеткішіміз бойынша именно ұбт курсына жазылған және де оқитын регулярно ол бізде 4000-ға жуық оқушыларымыз бар. 4000-ға жуық қолданушымыз айына кіріп отыратын. Так, біздің платформаға Google арқылы, я болмаса iOS-тарда Safari арқылы кіруге болады. Также App Store, не болмаса Play Market-тен Дарын онлайн білім беру платформасының приложениясын жүктеп алуға мүмкіндік бар. Келесіде ұбт комбо курсы. Біздегі ең типичный, ең көп сатылатын ұбт комбо курсы. Яғни ол 3 таңдау пән, 3 негізгі пән, также 2 таңдау пәннен тұрады. Әр пән 0-ден басталады, жеңіл тілде, кез келген деңгейдегі оқушыға оңай түсіндіріледі. Әр видео сабақтан соң 10 практикалық сұрақ. Өткен жылғы тестке талдау жасалады. Также біздің өзіміздің платформамыздың ішінде байқау тестінің базасы бар. Сол жерден кез келген қолданушы оқушы кіріп, өз білім деңгейін тексере алады байқау тестінің сұрақтарымен. Келесі қызықты және барлық сату менеджерлер білу керек цифралар, сандар, ол біздің видео сабақтардың саны. Нақтырақ айтқанда, Дарын онлайн платформасына ұбт курсының барлық видео сабақтар саны ол 2,5 видео сабақ саны құрайды. Яғни осы жерден қарап тұрсаңыздар, математикалық сауаттылық бойынша 194 видео сабақ, математика бойынша 105, география 90, қазақ тілі 83 және ең көп тақырыптан тұратын ол Қазақстан тарихы 472 видео сабақтан тұрады. Ол видео сабақтар тек қана оған қатысты тақырыптарды ғана қамтымайды. Также платформаның ішінде мотивационный видеолар бар. Олар танымал әншілер, бизнесмен, коучерлердің мотивационный видеоларын тапсаңыздар болады. Также біздің авторларының өзінің әр пәннің жеке авторы оқушыларға арнайы лайфхактар видеосын түсіріп кеткен болатын. Чтобы оқушыға түсіндіру үшін қандай ең тиімді жолдармен білім алуға болатынын көрсету үшін. Келесі слайдта көріп отырғандарыңыздай, білім және ғылым министрі әр жыл сайын 50 000-70 000 грант бөліп отырады. Соның ішінде осы уақытқа дейін Дарын онлайн платформасынан 15 000-ға жуық оқушы грант иегері атанған болатын. Осы кейсті айтсаңыздар болады. Также келесі ұбт комбо курсының мүмкіндіктері олар талапкерлерге арналған анализ функциясы бар. Анализ функциясы дегеніміз байқау тестін тапсырып, оқушылар неше балл жинап жүрген біледі. Және сол балл арқылы анализ функциясына кіреді, бірінші және екінші таңдау пәндерін көрсетіп, қазіргі жинап жүрген баллдарын енгізеді. Солайша также 4 әртүрлі мамандық таңдайды. Содан соң оқушыға, яғни абитуриентке, болашақ студентке қай университеттерге түсе алатын ықтималдығын көрсетеді. Ол әрине 100%-ға сенімді деп айтуға болмайды, но как минимум 70%-ға ол дұрыс келеді. Ол алгоритмнің барлығы алдыңғы жылғы статистикаға қарай жасалынған болатын, яғни алдыңғы жылы осы мамандыққа неше оқушы қандай шектік балмен түскен болады деген сияқты анализдер арқылы жасалынған. Также талапкерлерге психологиялық демеу бар, ол дегеніміз мотивационный видеолар, университеттердің рейтингін ұсынамыз. Біздің анализ функциясына университеттердің рейтингтерін таба аласыздар. Және ұбт-ға жүйелі дайындық, уақытты тиімді пайдалану, үздіксіз қолдану. Келесі, ұбт комбо курсының артықшылықтары. Оқыту форматы онлайн, яғни интернеті бар кез келген жерде біздің платформадағы видео сабақтардың барлық қолданушыларымызға 24/7-ге ашық. Яғни оқушы кез келген уақытта оны полностью оқып бітіре алады. Даже если бір жылға алғанның өзіне, ол 1 ай, 2 ай көлемде аяқтап бітіре алады. Геймификациялар бар. Ол қалай? Әр тақырыпшаны аяқтаған кезде, немесе әр тақырыпты аяқтап goal task'ты орнаған кезде, оқушылар дұрыс жауапқа дарын бонусын алады. Ол дарын бонусын жинап, оқушылар біздің платформадағы кез келген курсты сатып алуға жұмсай алады, немесе дарын дүкен
бетінде кез келген физикалық затты ала алады. Оны біз доставкамен жібереміз. Онда бізде не бар? Свитшот, мерч, ручка, кружка, шопер деген заттар сияқты. Және әр сабақтан кейін білімді бекіту үшін тест тапсырамыз. Біздегі қызық структура, системамыз сол білім алу жүйесі мынандай. Әр кез келген тақырыпты, үлкен тақырыпты біз кішкентай тақырып шараларға бөліп жасағанбыз, чтобы оқушыға түсінікті әрі қысқа әрі нұсқа болу мақсатында, чтобы оқушы видео сабақты қарап отырып іші пысып кетпес үшін. Мысалға айта кететін болса, қазақ хандығының құрылуы ол бір тақырып, ішіндегі тақырыпшалар ол 3-4 тақырыпшадан тұруы мүмкін. Сол себептен біздің видео сабақтар қысқа, яғни максимум 5-6 минут. Сол арқылы видео сабақтан кейін, тақырыпшадан кейін тест тапсырмаларын орындайды, және де бүкілін қарап болғаннан кейін уже тақырыптың 10 сұрақтық тест тапсырмасын орындайды. Қысқа видео сабақтар аз уақытта көп нәтиже. Күніге әр пәннен вебинар өткізіледі, апта сайын викторина, войшат, апта сайын квиз. Олар дегеніміз бізде консультанттар, куратор, менторларымыз бар. Куратор, ментор олар в основном неге жауап береді? Дисциплинаға жауап береді, ал консультанттар олар тегін біздегі функция, олар телеграм чаттарда болады. Яғни оқушылардың туындаған сұрақтарына жауап береді, апта сайын 2 сағат вебинар өтеді, 2 voice чат өтеді, және де үй тапсырмасын беріп, тексеріп қадағалап отырады. Но дегенмен олардың дисциплинасына жауап бермейді. Ал куратор, менторлар, олар уже платный основада жүреді бізде. Репетитор іздеген оқушыларға Дарын Тьютор жобасын ұсынамыз. Также Дарын онлайннан арнайы ішкі гранттар ойнатылады. Ол ішкі гранттарды нақты ақпарат алуларыңыз келсе, ол бойынша Instagram парақшамызда жариялап отырамыз. Келесі бізде бағанада айтқандай бонустар мен акцияларымыз болады. Байқау тестері бар, кез келген курсты сатып алады, жиналған бонус арқылы. Также бізде 3 түрлі кері байланыс бар. Также бізде 3 түрлі кері байланыс бар. Ол куратор, ментор, также консультанттар телеграм чаттағы және сервис бөлімі. Сервис бөлімі ол техникалық ақауларға жауап береді. Оқушылар пән бойынша сұрақтар туындаса телеграм чаттарға немесе кураторлармен байланыса алады. Егер де платформаға кіре алмай, парольны ұмытып қалу немесе курстары дұрыс қосылмай жатқан кезде олар сервис бөліміне хабарласа алады. Сервис бөлімі бізде таңғы 8-ден түнгі 12-ге дейін жұмыс жасайды. Келесі слайдтарда біздің мұғалімдердің досьелері көрсетілген, олардың жетістіктері, суреттері. Также біздегі керемет мүмкіндік ол Дарын онлайн платформасына ОБТ курстарын тегін видео сабақтарын көре алады. Ол біздің платформада тегін разделінде тұрады. Сол жерде ссылка бар, арнайы ссылкамен өтіп, біздің платформада кез келген пәндердің видео сабақтарын көре алады. Дальше біздің серіктестер көрсетілген. Және де керемет жаңалықтардың бірі ол біздің платформада ОБТ курсы бойынша информатика пәні қосылған болатын. Қазіргі уақытта, қаңтарда бізде тек қана 35 видео сабақ қамтылған. Қыс мезгілінің аяқталуының соңына дейін бізде информатика 90 видео сабаққа дейін түсіріліп, барлық тапсырмалары енгізілетін болады. Қазіргі уақытта 35 видео сабақ, 35 презентация, тест тапсырмалары GoldTask енгізілген. Сонымен также біздің оқушылардың жинаған балдары, Дарын онлайн платформасының верификация жөнінде документтері, и также байланысу номері және мекен-жайымыз. Сонымен құрметті серіктестер, көрермендер, келесіде енді біз біздің Дарын онлайн платформасына қалай білім алу керектігін жөнінде айтатын боламыз. Сонымен ең алдымен платформаға авторизация немесе регистрация жолымен кіріп аламыз. Дальше біз батысты бетте тұрамыз. Уже оқушыға барлық курстары қосылып қойған болса, біз уже профиль бетіне өтуіміз керек. Профиль бетіне өтеміз. И осы бетте оқушы, қолданушы жөнінде барлық ақпараттар тұрады. Яғни аты жөні, кошелегі және бонустардың ақшасы. ID-ін скопировать етіп алуға мүмкіндік бар, және де профильді өзгертуге болады. Телефон номері, немесе статусы, қай мектепте оқиды, қай регионнан болатын барлығын белгіленгеннен кейін сақтау батырмасын басады. Осылайша оқушының даналары өзгертілді. Дальше енді менің курстарым бетіне өтеміз. Менің курстарым бетінде оқушыға ашық доступ бар курстар ғана шығады. Мысалы, мұнда жазылым жақында аяқталады деген сияқты шығып тұр. Яғни бір аптаның ішінде аяқталады, уже оны создыру керек. Также сатып алған күйде осыны әрі қарай создырсақ болады. 1 ай, 3 ай, немесе 6 ай, 12 ай деген сияқты.
Ал енді қазір бізде досыбы бар, ол бізде математика ұбт курсы болып тұр. Жалғастыру деген батырман басамыз. Біз осылайша математика бетіне өтеміз. Курс туралы ақпарат жазылған мұнда. Также жазылым қай уақытқа дейін, яғни қаңтардың 18-іне дейін деп жазылып тұр бізде. Курстың рейтингі көрсетілген, неше дауыс берілген, және астында біз пікірлерді таба аламыз. Мінекей астында пікірлер бар. Ең жоғары жағында курстың мазмұны, мінекей мазмұны және автор жөнінде ақпарат, кішігірім ақпарат. Также оқушылардың қалдырған пікірлерін осы жерден оқып қарасақ болады. Енді сонымен бастаймыз курсты. Ең алдымен кіріспеден бастаймыз. Барлық видео сабақтарды ретімен көру керек. Себебі келесі тақырыпқа өткізбейді, если алдыңғы тақырыптың тест тапсырмасы орындалмаса. Дегенмен біздің платформада кіріспе, лайфхактар, мотивационный видеолар сияқты видеоларда тапсырмалар болмайды. Оларда доступ жоқ. Оларда сразу келесі видео сабаққа өткізіп жібере береді. Сол сияқты бізде біріншісі видео кіріспе, енді келесі сабақ. Келесі сабақта бізде натурал сандар және нөл саны. Біз видео сабақты көреміз. Полностью қарап болғаннан кейін біз тапсырмаға өту батырмасын басамыз. Ол кезде бізге именно осы тақырыпшаға байланысты тест сұрақтар берілген. Бірақ бізде мұнда ашық сұрақ вариантында болып тұр, яғни біз мұнда санды берілген кез келген санды жазып жауабын тексере аламыз. Екінші мүмкіндік, үшінші мүмкіндік. Бізде үш мүмкіндік беріледі, үш мүмкіндіктен кейін дұрыс жауап көрсетілген. Және әр қателескен сайын астында қызылмен белсендіру, мотивационный сөздер жазылған. Яғни ең үлкен қателік, қателесуден қорқу деген сияқты өте үлкен танымал адамдардың цитаталары сияқты бізде жазылған. Мысалы тағы көрейік. Кез келген санды жазамыз, жауабын тексеру. Қателік жібермей жатып дұрыс шешім қабылдай алмайсыз. Яғни обязательно қателіктер болып тұрады. Оған ойдың қажеті жоқ. Келесі. Біз қателіктерімізді толыққанды түсініп, анықтап алғанға дейін мүмкіндігінше бәрін дұрыс әрі ұқыпты жасауға ұмтылуымыз қажет. Және үшінші рет, ол уже мен тәуекелге барғаннан гөрі қателескенім жақсы. Ұйықтағаннан гөрі бәрін сәтсіздікке ұшыратқан жақсы. Ол уже бізде Анна Лендорфтың сөзі екен. Осы сияқты бізде мотивационный сөздер бар, егер де қателескен жағдайда. Осылайша біз тақырыпшаларының тестін орындап болдық, тапсырмасын. Бізде мұнда білім көрсеткіші көрсетіліп тұрады және бонус. Мен ешқандай сұраққа дұрыс жауап бермегендіктен менде 0 бонус. Қаншалықты үйрендіңіз деген жерде біз осы видео сабаққа, именно осы тақырыпша біз баға бере аламыз. 4 немесе 5 жұлдызша. 5 жұлдызша бергеннен кейін біз нақты айта кетуіміз керек. Қандай аспекттері бізге ұнады. Мысалы, ақпарат жеткілікті болды, видео қызықты болды, платформа ыңғайлы және также комментарий қалдырсақ болады. Пікір қалдырамыз, я болмаса келесі сабаққа өтеміз. Осылай біз барлығын орындап болғаннан кейін, бізде тақырыпшаларды аяқтағаннан кейін уже тақырыптың гол тасын орындаймыз. Яғни қараңыздар, мінекей бізде натурал сандар және олардың бөлінгіштігі, ол бізде бір тақырып. Біз оны неше тақырыпшаға бөлгенбіз? 1, 2, 3, 4, 5. 5 тақырыпшаға бөлгенбіз. Бір тақырып, 5 тақырыпша. Әр тақырыпшаның өзінің тест тапсырмалары бар. Және де барлығын бітіргеннен кейін жеке тақырыпқа, яғни натурал сандар және олардың бөлінгіштігі тақырыбына жеке тест тапсырмасы бар. Яғни ол бізде гол таск деп аталады. Гол таскқа кіреміз. И мұнда бізде 5 пен 5-10 тест тапсырмасы болады. Осыларды орындап болғаннан кейін бізде также білім көрсеткіш деңгейін көрсетеді. Сонымен қатар біз мұнда тақырып бойынша білім көрсеткішін көрсетеді. Менде, конечно, 0%, потому что ешқандай дұрыс жауап болған жоқ, сол себепті 0 деп көрсетіп тұр. Жоғары жағында білім көрсеткіш, также мынау гол тастың білім көрсеткіші. Мінекей құрметті көрермендер, серіктестер, осылайша біздің платформада оқушылар білім алады. Және телеграм-чаттарда консультанттармен кері байланыс жасап, олардың тапсырмаларын орындайды, кураторлардың жіберген тапсырмаларын орындап, үй тапсырмасын жіберіп отырады. Сонымен түсірген видео инструкциямыз түсінікті әрі қызықты болды деген сенімдеміз. Істеріңізге сәттілік.